Қыздар, аудио отзывты қалай видео отзывқа айналдырамыз көрсетейін, не? Мысалы, міне, осындай аудио отзыв, соны запись экранымен былайынан жазып аламыз, міне. Бірінші результаты менде шампунда болды. Шампунда бір болған жағдай болып, стресстен ешкім мешать етпейтіндей қылып жазып аласыздар, жан жақтан артық дауыстар естілмейді. Міне бізде видео дайын тұр. Сақтан қоямыз. Енді оған қандай товарлар отзыв айтты бұл кісі? Чесночный шампунға, каштангельға, алоэ напитка и зубный пастаға айтты, яғни оларды да сайттан тауып аламыз да. Міне мен уже алдын ала дайындап қойдым, міне алоэ, міне каштангель и бәрін дайындап қойдым. Енді қайда барамыз? Енді біз видео жасайтын капкатқа барамыз. Капкатқа барамыз да новый проект деп басамыз. Бізге керегі қазір фотолар таңдаймыз. Бірінші бізде айтты чесночный шампуньді, одан каштангельді, одан кейін алоэ напитогын и ең соңғысы зубный пастаны айтты. Қазір мен зубный пастаны, яғни ең қандай товарға айтады, соны не істейміз? Қоямыз. Тоқ, мен телеғана тұреді ғой. Вот. Все, добавить дейміз. Енді қараңыздар. Бұл жүріп отырады, міне. Көрдіңіздер ғой, міне ауысып отырады. Біз бұны кішкене қайтеміз, ұзартамыз. Әрқайсысын бүйтіп ұзартсаңыздар болады. Қазір үстіне аудио қойған кезде тоже ұзартуға болады. Аз болып қалды десеңіздер, тоже көресіздер. Сонда енді бұның үстіне наложение дегенді басасыз. Добавить наложение. И видеоға кіресіздерде жәнегі видеоны налаживать етеміз. Енді бізге полностью наложение видео керек емес, бізге жәнегі аудио ғана керек қой. Осы наложение үстінен басасыздар. И астына былайғына жүрсеңіздер, мына жерде трансформация деген бар. Вот сол трансформация дегенді басасыздар да, изменить размер деген бар. Вот, изменить размерге барасыздар да, біз мынаны аудионы ғана қалдырамыз, қалғанын кесіп алып тастаймыз. Все. Енді тыңдаймыз, міне. Астына таманға қоямыз. Бірінші результаты менде шампунда болды. Шампунда бір болған жағдай болып, стресстен не көрдіңіздер ме? Шампуньда болды деді. Шампуньды тағы да созамыз. Шампунь жайлы айтқан жерге дейін созамыз. Шампунь жайлы тыңдаймыз. Шашым таза болып қалған. Қанша жыл болды? Мен 9 жыл болды. Шашымдағы немді алмайтын. Потому что жерден шаштарым жүріп тоқырып қалған. Кәдімгі тоқыр болады. Кәдімгі тоқыр болады. Сонан кейін үндемей жүрдім, біраз жүрдім. Дебет болғаннан кейін бастың бәрі жара болатын. Қызым қатты бетпе көйтетін ама. Аяқтағы жарам. Мам, ашып беріңізші. Балалар кеп қалды. Шампуньда әлі айтып жатыр, значит, тағы да созамыз. Қызға бардым да, бір жарым ай өткенде қызға барып айттым, қыздар. Қызыма айттым, қараш, басым деді, мама, басыңыз түшеген жоқ, үші жоқ. Яғни, шампунь жайлы айтқан жерге дейін шампуньды соза береміз. Керемет болды шашым қазір. Қайтып орнына келіп, өзім шашым бәрше қатты ұзын болатын. Шашымда түсірді қойды, шашымда да спокойно тарамайтын шашым екеуін ұстап болатын. Бір результатым, содан кейін екінші результатым менде диабетте. Только істемедім мен. Тоже шашымда түсірді қойды, шашымда да спокойно тарамайтын шашым екеуін ұстап болатын. Бір результатым, содан кейін екінші результатым менде диабеттен қалған тропический язва болатын. Оны не только істемедім мен. Тоже примерно 10 жылдан да сатып жүрмін. Жаңа грин дегенде қан ағып тұратын қанды.
мучить ететін. Одан кейін оң аяғым сүйіктеп тобықтың үстіне тізеге дейін түсіп кететін. Келе салғанда сол келе салып бір той жасадық. мен деген сабақ жазып жатырмын ғой. Қатты ауырып қалдым. Енді қараңыздар. Результат. Өтіп айтайын. Бірінші результаты менде шампунда болды. Шампунда Қойып шығасыздар, иә? Барлығын қойып шығасыздар, міне. Мына жерде каштан келіп жатқанда каштан келгені қоясыздар. Алоэ напиток айтыңыз. Яғни бәрін қойып болғаннан кейін бір тексеріп шығасыздар, созып отырып. ішіп жүрмін. Сондай результаттар. И зубный паста, одан кейін қайтадан каштан гель жайлайтады. Все, осыны экспорт жасаймыз. Бағаларын қойғыларыңыз келсе, экспорттан кейін де қойсаңыздар болады. Үстіне каталог бағасы, консультант бағасы деп. Ал егер просто отзывтарды қалдырып, ең соңында видеодан бағаларын белгілеңсе, жекеме жазыңыздар деп қойсаңыздар да болады. Уже бағасын сұрақ келген кезде уже айтасыздар, консультант бағасын, каталог бағасын айтатын боласыздар. Все. WhatsApp-па поделиться дейсіздер. Кімге?